Ақылды егінші ертегісі. Ертеде бір патша болыпты. Бір күні патша қол астындағы нөкерлерімен бірге серуенге шыққанда жер өңдеп жүрген егіншіні көріп қалады. Еңбектеніп жатқан қарапайым адам патшаның көңілінен шығып, патша егіншімен сөйлеседі. Патша егіншіге бірнеше сұрақ қояды. Егіншінің жауабынан кейін егістіктің бұл адамдікі емес екенін, күніне 15 лира үшін жалданып еңбек ететінін түсінеді. Патша егіншінің жалақысының аздығына таң қалады. Себебі патша сарайының бір күндік шығыны 100 текен алтынға шығатын еді. Егінші патшаның таң қалғанына қарап, бұл ақша қанағатшыл адамға тіпті көп те болады. Мен ақшамды 3-ке бөлемін. Бір бөлігімен өмір сүремін, бір бөлігімен қарызымды өтеймін, ал бір бөлігін біріктіріп ақшамды жинаймын, дейді. Патша бұл жұмбаққа ұқсаған сөздерден еш нәрсе түсінбейді. Ақ көңіл егінші күлімсіреп, ақшаның бір бөлігімен қарызымды қайтарамын дегенімде мұнаны айтпақшы болдым. Бала кезімде үлкен қамқорлық көрсеткен әкем мен шешем ғой. Ақшамның бір бөлігін әке-шешеме беремін. Ақшамды қор ретінде жинаймын дегенім, бұл ақшамның бір бөлігін балаларымның біліміне төлеймін. Менің қол-аяғым жұмысқа жарамай қалған кезде олар маған көмектеседі деп үміттенемін. Ал қалған ақшаны өзімнің керек жарақтарыма жұмсаймын, дейді егінші. Патша егіншіге таң қалып қарап қалды. Қарапайым адамның бұл әрекетіне өте риза болады. Патша егіншінің балаларының біліміне төлейтін ақшаны өз мойнына алды. Егіншінің балалары да ер жеткен соң ата-анасына, халқына да қолдарынан келген көмектерін аямай көрсетіпті деседі. Ертегі ұнаса, лайк басып, комментария жаза отырыңыздар. Бұдан да басқа ертегілерді тыңдағыларыңыз келсе, менің парақшама тіркелуді ұмытпаңыздар.